Андан кейде қарасаң, орамалды тағып алып шыққандарды көрсең, бір өкінесің де аларды көріп алыпчы. Бұл қандай хиджаб? Бұл қандай орану? Бұл қандай ислам? Ислам мындай емес. Айтсаң анан кейін аялдарға эле асыл өресін. Біз аялдарға асылбай айтабыз. Бір ғана айтып атабыз. Хиджабтың өзінің шарты бар. Көшеде қарасаң, көшеге шығышып, башына орамал оранып алған, бұл жағын қарасаң бар жоғы билинип турат. Ол қандай хиджаб? Башты тоссаң болды сага. Пасты ким тосот? Пас жақты. Баштан қарағанда бұл жақты тосу милдет. Бұл жақты жақшырақ тосуш керек баштан қарағанда биринчи очеретте. Senin jat erkekler senin birinci başına emez, birinci pas жағыңа қарайды. Намахрамдар birinci pas жағыңа қарайды. Ошон үчүн эң биринчи очеретте pas жақты жақшылап тосуу керек. Pas жақты жақшылап кийинүү керек. Хиджабтын мааниси төлкөлө оронуп алыш эмес. Кийип аткан кийим жука болбосун хиджабта. Кийип аткан кийимден iç кийимдин кандай түстө экендиги көрүнүп турбасын. Кийип аткан кийим тар болуп, анын ичинде кандай фигура бар экенин билинип турбасын. Алардын бирөөсү дагы хиджаб эмес. Алардын бирөөсү дагы оромол оронуу эмес. Оромол оронууду дагы өзүнүн тартыгы менен кылайлы. Кур'андагы тартыгы менен кылайлы. Пайгамбар алейхисаламдын сүннөтүнүн тартыгы менен кылайлы. Ошондой эле ошол оромолду орогондон кийин сага TikTok'та эмне бар? Сага Instagram'да эмне бар? Ал жакта жат эркектерге көз болгондо эмне бар? Оромол оронуу деген жат эркектерге көрүнбөш дегени. Жат эркектерден өзүн сактануу дегени. Пайгамбар алейхисаламдын аялы Айшенебиз радиаллаху анха ушунчалык сактанган экен. Анан сен эмне үчүн сактанбайсың?